Сәлем достар, Асылжан асханасына қош келдіңіздер. Бүгін шоколад қосылған тәтті тоқаштар дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен жылы сүтке ашытқы сүт салып, араластырып, бетін жауып 10 минутқа қоямыз. Ашытқымыз көтерілген соң, үстіне тұз, жұмыртқамызды қосып, жұмыртқа біркелкі массаға айналғанша араластырып, үстіне ұнның жартысын қосамыз. Енді қамырға бөлме температурасындағы сары майды қосып, жақсылап араластырып, ұнның 90%-ын қолданамыз. Қалған 10%-ын үстелдің бетіне шашып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр кішкене қолға жабысатын болып шығады. Қамырды илеп болған соң 1,5-2 сағатқа бетін жауып жылы жерге қоямыз. Дайын болған қамыр есе көтеріледі. Енді сол қамырды 1/16 бөлікке бөлеміз. Егер қолға жабысса, сәл сұйық май қолдансаңыз болады. Қамырды бөліп болған соң дөңгелектеп 10 минутқа бетін жауып көтерілгенін күтеміз. Енді тоқаштарымызды жасау үшін қамырдың ортасын кесіп, жан жағынан созып, дөңгелектейміз. Тоқаштарды жасаған кезде дөңгелек формасын жоғалтпауы тиіс. Сұйық майды қыздырып, оттың орташа жылдамдығында екі жағынан қызартып, қуырып аламыз. Тоқаштардың біркелкі болып пісу үшін мен сияқты ағашты қолдансаңыз болады. Егер де тоқаштарды қатты температурада пісірсеңіз, тоқаштардың ортасы піспей қалуы әбден мүмкін. Тоқаштарды әрлеу үшін кез келген шоколадтың түрін ерітіп алып, осылай шоколадқа малып, бетіне тәттілер себеміз. Осымен біздің тәтті тоқаштарымыз дайын. Үй жағдайында балаларыңызға осындай дәмді тоқаш дайындасаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын. Келесі көріскенше сау саламатта жолығайық.